Баршаға ассалаумағалейкум, сіздер менен және өзім. Хоп. Бүгін сіздер менен көріп тұрғаныңыздай switch case операторын көріп шығамыз. Яғни switch case өзіне. Switch case бұл if else ұқсаған болам шартлы оператор. Бұл жерде if else-тан парға синтаксисінде һәмде бұл жерде if else-ге ұқсап, мысалы үшін 10-20-дан кіші ма, 20-30-дан үлкен ба деп тексере алмаймыз. Бұл жерде һәммесі строгий режимде болады. Хоп, келin онда көріп шығайық. Мысал үшін менде константа name деген өзгерушім бар. Мысал үшін класс дейміз неке. Енді мен өзімнің атымды тексеруім керек. Мысал үшін именно қандайдыр атқа. Мен айта алмаймын, оған мысал үшін саналар болған тағдырда саналарды жаңа айтқандай 10-20-дан кіші ма, 20-30-дан үлкен ба деп айта алмаймын. Яғни енді синтаксин көріп шығайық. Switch дейміз, switch. И switch дегеннен кейін өзіміздің тексеруіміз керек болған элементті өзгерушін жазамыз. Name. Енді төменге түсіп тұрып, кейсіміз жазуымыз керек. Кейс бұл не? Кейс деген бұл тексеру кейсі. Яғни кейс дегендер өзі білесіз, бөлініп тұратын нәрсе. Мысалы үшін мен айтамын кейс деймін. Кейс деп тұрып, менің менің атым болуы мүмкін болған тексеру мәнісін жазамын. Яғни мысалы үшін мен егер Джон дейтін болсам, қосылға қоямын. Қосылға. Яғни бүйеден зат болды енді. Атың мына name Джонға тең ба деп сұраппын енді мен кейс арқылы. Яғни осы кейсімде егер Джонға тең болатын болса, мына кейстің ішіндегі statement істейді. Яғни осының ішіндегі функция істейді. Мен айтуым мүмкін your name is John. Енді break қыламын. Яғни уже біздің кейсіміз туыр келгеннен кейін болды, астында кейстерді тексеру шарт емес. Егер де бұған туыр келмейтін болса, ол кейінгі кейске өтеді. Кейс деймін. Мысалы үшін класс болуы мүмкін, қосынға қоямын обязательно. Һәм console.log и console.log. Мысалы үшін your name is, мысалы үшін класс. Енді берген break қоямын. Енді мысал үшін тексердік, сөйтіп кете береміз нәрседен. Енді бүйедегі стройгий режим дегенім бұл бүйедегі нәрсе. Үлкен әріп шәріптеріне шекем даже Джон болу шарт. Бүйедегі кейсіміз істеу үшін бүйеде үлкен әріп шәріптеріне шейін класс болу шарт. Яғни һәммесі сондай кете береді стройгий режимде. Егер де ешқайсысына тура келмейтін болса, бізде default деген өзіміздің жағдайымыз бар. Default деп тұрып, мысалы үшін console.log user not found деп қоямыз мүмкін. Уже қарайтын болсақ, your name is класс шығады. Егер де мен мысалы үшін John дейтін болсақ, your name is John шығады, яғни бірінші кейсіміз дейді. Ал егер класс болатын болса, екінші кейсіміз. Ал егер ұлма басқа адам болатын болса, мысалы үшін Дәулет болатын болса, мысалы үшін саған қылатын болсақ, user not found шығады. Яғни бұл өзіміздің берген кейслерімізбен тексеріп шықты. Һәм кейслеріміздің ешқайсысы тура келмегеннен кейін өзіміздің default значениеміз, default жағдайымыз істеп жатырды. Яғни switch case дегеніміз өзі осы. Келin енді қандайда практикалық көрейік. Name'ді біз қолдан жазбай, өзіміздің prompt арқылы алуымыз мүмкін бар. Мысалы үшін enter your name. Enter your name шықты. Ішіне кіріп тұрып, енді класс дейтін болсақ, your name is класс шығады. Енді мысалы үшін enter your name-ға мағлұматымызға Marcus деп жазамыз, user not found шығады. Яғни өзіміздің юзеріміз табылмады деп атыпты. Енді қандағымыз мүмкін. Егер де аты табылмайтын болса, мысалы үшін берге қайтадан өзіміздің backtick-пен істейміз. Backtick дегеніміз ол SK кнопкасының астындағы стрингді орап тұрушы backtick деген нәрсе бар өзі. Енді кейін өсерге мысалы үшін доллардың белгісін салып тұрып интерполация деп аталатын нәрсе. Хоп, енді берге name is not found. Енді қандай болады? Мысалы үшін класс деп көрсететін болсам, your name is класс, яғни бүйірдегі кейсіміз деп атыпты. Ал егер де қайтадан кіріп тұрып, мысалы үшін
баға деп тұр. Баға is not found деп атыпты. Нәрсе істейді. Яғни har qanday по умолчанию үшін өзіміздің дефолт жағдайдағы функциямыз істейді. Яғни switch case деген құсы сізге керек болып қалуы мүмкін. Хоп. Онда сабақтарымыз көруде давам етің. Сіздермен бірге болған Ықылас Аралбаев. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.